Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен мен Құралай, сіздерге шайға тәтті әрі оңай дайындалатын шақшақты бірге дайындайтын боламыз. Видеомды көрмес бұрын лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі 2 жұмыртқа, осындай ұн және кішкене разрыхитель керек болады. Разрыхительді жұмыртқаға осылай араластырамыз. Және осы жұмыртқаға ұнды осылай салып отырып араластырамыз. Қамыр елейміз, осыған араластырып. Қамыр елейміз. Осындай қамыр елеп алдық. Енді осыны жұқа қылып жаямыз. Міне мен осылай жайып алдым. Қамырымды енді осыны ұзынша етіп кесетін боламыз. Міне мен осылай кеспе сияқты қылып, дәл осылай кесіп турап алдым. Енді осыны қызып тұрған майға тез-тез қуырып аламыз. Енді майымызды қатты ысытып алып, шақшағымызды осылай салып, бұлғап, қатты қызартпай, ақшылдау етіп, тез-тез бұлғап, осыны түсіріп аламыз. Міне мен шақшағымды осылай қуырып алдым. Қатты қызартпаймыз, ақшылдау етіп. Енді осыған сгущенкамызды араластырамыз. Ас болсын, рахмет.